Жаңаөзенде 8-ші шақырылым бойынша сайланған қалалық мәслихат депутаттарының алғашқы сессия отырысы өтті. Жиында сайлау комиссиясының төрағасы партия тізімі бойынша және бір мандаттық аумақ сайлау округтері бойынша сайланған азаматтарды таныстырып, куәлік пен төсбелгі тапсырды. Әртүрлі салада еңбек етіп жүрген білікті мамандардың көпшілігі бұрыннан бері қоғам өміріне белсене араласып жүрген жандар. Басқосуда қала әкімі көптің ішінен оза шыққан депутаттардың халық үмітін ақтайтындарына сенім білдірді. Сіздерді халық сайлады. Өздерінің дауыстарын берді. Осы азаматтар қаламыздың өсіп өркендеуіне жақсы үлесін қосады деген оймен. Сондықтан осы үлкен жауапкершілікті арқалап алып жүру абыроймен баршамыздың да міндетіміз. Сондықтан соған үлкен абыроймен қызмет етіп сәттілік тілеп жатырғаным осы бағытта. Қалалық мәслихат депутаттары халық пен билік арасындағы көпір іспеттес. Олар қоғамда болып жатқан түйткілді мәселелерді алға тартып, маңызды жұмыстардың шешу жолдарына атсалысады. Мемлекеттен бөлінетін қаражаттың белгілі бір бағыттарға жұмсалуына ықпал етеді. Депутаттар сала бойынша бөлініп қызмет атқаратын болады. Бұл жерде ең бастысы әкімдік және оған қарасты мекеме басшыларымен бірлікте ел игілігіне жұмыс жасау. Осы сәтті пайдаланып, Жаңаөзен халқына біздерге сенім артқан, дауыс берген азаматшыларға өз атынан алғыс айтқым келеді біріншіден. Екіншіден, расымен де осы бір отырысымызда Аллах берекелі қылсын, себебі бұл жай ғана бір той-томалақтың тақырыбын талқылайтын жиын емес, бұл елдің мәселесін талқылайтын орта ғой. Сол үшін осы бастамамыздың берекелі болып, расымен де Аллах екі дүниеде абыройымызды төкпей, өзіміздің кіндік қанымыз төгілген, кіндік қанымыз тамған Жаңаөзенге адал әділ қызмет қылып, солай елдің назарында бірінші енді президентіміздің абыройын түсірмей, одан кейін сенім артып отқан әкіміміздің абыройын түсірмей қызмет қылуға баршаңызды шақырамын. Жиында қалалық мәслихат төрағасы болып Ғалым Байжанов сайланды. Депутаттардың алдында сайлауалды бағдарламаларын орындап, жұртшылықты толғандырған мәселелерді тиімді жолдармен шешу міндеттері тұр. Еркін Қарасайлы, Айжан Қазиева, Батырақ Молдаев, Ақтау Ньюс.